Арнама. Мына бүгінгі видеода қазір TikTok-тан видеоны жүктеп алу жолын көрсететін боламын. TikTok-қа кіреміз. Қазір бір видеоны тауып алайық. Мысалы, мына жерде мына перделерді жүктеп алайық. Оны жүктеу үшін біз мына жерде 3 нүкте тұр ғой, осы 3 нүктені басамыз. Осы жерде мына TikTok-тан негізі кейбір видеолар сохранить видео деп шығады. Осы жерде сохранить етіп алуға болады. Кейбір көп жағдайда бұл видеоны жауып тастайды көп адамдар. Сондықтан біз бұл жерде мына поделиться деген тұр ғой, міне осыны басамыз. Осыған кіреміз. Осы жерде мына Телеграмды таңдаймыз. Ұнап жатса лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Көптеген видеолар шығады, соны өткізіп алмайсыздар. Мына жерде мына Instagram скачать из TikTok и Instagram деп тұр. Осыған басамыз, осыған галочка түсті, осыны енді осыған жібереміз жаңағы ссылкамызды. Міне жүктеліп жатыр. Міне видео шықты. Міне видео жүктелді. Енді осы видеоны біз басқа жаққа жіберуіміз керек, или болмаса өзіңізге сақтап алсаңыз болады. Міне сохранить в галерею деп өзіңізге сақтасаңыз болады. Или болмаса мына жерде поделиться деген тұр. Осы поделицаны бассаңыз, кез келген веб-сайттарға жібере аласыз. Мысалға, мынау Instagram'дікі, мынау чаттар, мынау лента, немесе мынау Reels, мынау сториске, мынау WhatsApp-қа, бизнес WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube-қа да қай жерге жібергіңіз келеді, сол жерге жібере бересіз. Мысалға, мына жерде мен TikTok-қа кейбір видеоларды сохранить етіп, өзіңіздің неңізге сап қойсаңыз болады. Мына Facebook, барлығы осы жерде көрсетіп тұр. Қай жерге жібергіңіз келеді, осылай видеоны сақтап ала бересіздер. Рахмет, зейін қойып, соңына дейін қарағандарыңызға.